Всем ассалаумалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Көптен күткен туториал бүгін шығады. Енді дәл осы ютубқа туториалды салып отырмын. ютубқа тіркеліп қойыңдар, енді жақында тағы да ютубқа өте қызықты видеоларды салатын боламын. Ал енді туториал кеттік шеше. Барлығын сендерге көрсететін боламын. Енді бұл видео ұзақтау болуы мүмкін. Енді нақты осы команда керек адамдар көреді деп ойлаймын. Так, в общем, менің тиктоктағы видеоларымды көресіңдер. Мен 0 обзормен де хедшот қадап жүрдім. Қазір мына мен өзімнің настройкам. Бұл настройка және командалар. Менде оттяжка үздіксіз кетеді. Енді әркімде кетпей қалатын кездерде болады. Мен өте читерский кнопкамен де ойнаймын және командалармен де ойнаймын. Бүгін соның барлығына туториал шығарамын. Міне, оттяжка енді четкий кетеді. Енді просто ағамен кетіп жатқан болмаса. Енді бірінші кнопкаларға туториал көрсетейін чат. Менде көбі негізі алдында видеоларда адамдар жазып жатыр, сен софтверсің, болмаса DPI-іңді 10 мыңға қойып аласың деп. Негізі менде DPI міне 400 тұр. Менде DPI просто 400. Бұл чувствительностьтің мықты болып тұрғаны обзор мен командалардың арқасында. Ең бірінші кнопканы көрсетейін чат. Міне тура осы кнопканы қойып алуға сендерге совет беремін. Позвращеністің көрсетейін. Мынау кәдімгі кнопка. Размер 32. Кнопканың размері 32. Және бұл кнопканың шеті, мынау коробканы көріп тұрсыңдар ғой. Соның аяқ жағы бар емес па? Соған бүйтіп тейін деп тұру керек. Яғни сол жерге қоюға совет беремін. Сосын кнопка 2. Бұның размері 50. Сосын джойстик. Джойстиктің размерін где-то джойстиктің размерін 25-ке қоясыңдар. Тура осылай қоясыңдар чат. Ал мына кнопка 2 деген мынауға жігіттер. Кнопка огнёй слева деген мынауға, в общем. Осыны всегда дегенге қойсаңдар, осылай пайда болады. Сосын оны кнопканың астына дәл осындай қоясыңдар. И сосын джойстикті наяқтан әкел. Біляны қозғалып кетті. Так, енді джойстикті қалай наяға әкелуін туториал көрсетем чат. Мына мысалға джойстик қой, размер 40 дейік, наяқта тұр. Енді мысалға сендердің наяқта тұрда, сосын бұның размерін пока тиіспейсіңдер, размерге тиіспейсіңдер, 100-ге қойып қойсаңдар да болады. Сосын наяқа әкеп қоясыңдар. Сосын мынау сары сохранить деген кнопка емес пе, соны бір рет басасыңдар, бұл орнына кетіп қалады. Енді ештеңе тиіспейсіңдер, просто размерді аласыңдарды 30-ға қоясыңдар, қайттан сохранитті басасыңдар. Джойстик сендерде мынаяқтан пайда болады чат. Енді кнопкаға тутор көрсеттім. Енді чат настройкаға тутор көрсетейін. Менде Android ұстаймын өзім. Мені көрдіңдер ма? Қараңдар, менде қазір өзім настройкам емес, мені 200-де тұрда, бағанадан бері 200-де ойнадым. Мен қазір бұлардың бәрін 0-ге қоям. Қараңдар енді. Енді кетпей қалады бас жағында. Мені көрдіңдер ма? Мен 0-мен ойнап жатырмын. Оттяжка менде үздіксіз кетеді. Қазір дигл алып көрсетейін, енді асықпасаңдар, бір дигл алып көрсетіп жүрейін. Қалай оттяжка кететін диглмен. 0-мен ойнап жатырмын. Жігіттер қайтадан естеріңе салайын. 0-мен ойнап жатырмын. Мені көрдіңдер ма? Даже диглмен үздіксіз кетеді оттяжка. Енді кетпей қалатын моменттер болады, ол барлықтарында болады. Және бұл ешқандай да софт емес, сендердің аккаунттарыңды банға тықпайды. Мені қараңдар, менде барлығы 0. Ешқандай да монтаж емес. Мен бұл видеоны монтажламаймын да. Енді өзімнің настройкама. Бұл менің енді өзімнің настройкам. Бұл настройка енді үздіксіз кетеді. Кәм өзіме ұнайтын настройкалардың бірі. Жақында да, близкіда да, дальностьда да кәм четкий кетеді настройка. Если жоқ қойып алсаңдар болады. Бірақ совет бермеймін, если өздеріңнің мықты настройка чувствительностьтерің болса. DPI 400. Енді командаларға туторчиктер. Так, енді командаларға тутор көрсетуді бастаймын. Енді барлық Free Fire'дағы настройкаларды сендерге көрсеттім. Енді командалардағы настройкаларды көрсетем чат. Енді ол үшін Free Fire'дан шығасыңдар. Сосын App Store'дар
торда болмайды бұл нәрсе. Сендер бұл андроидтар set edit деген нәрсені тартасыңдар. Set edit Play Marketке дәл осылай жасаңдар, set edit деп шығады. Сосын бұның global table деген нәрсесі сендерде жұмыс жасамайды, ал менде жұмыс жасайды. Ол қалай жұмыс жасайды десе, оны бір программамен ашасыңдар. Ол ашуына да тутор көрсет десеңдер. Мысалға түсіндіріп кетейін сендерге. Сендер мысалға систем табле дегенге кодтар жаза аласыңдар, бірақ бұл особо қатты кетпеуі мүмкін, 50-50 да, в общем. Ал мына global table'ның нақты кодтарын білсеңдер, кәм оттяжкаларың менікі сияқты четкий кетеді. Если global table'ды сендерде ашылмай тұрады, обязательно сендер тартқан кезде ашылмайды бұл. Мысалға мен қазір nef-ті бассам, бүйтіп шығады да, ал сендерде error деп шығады. Оны қалай алып тастау туториал керек болса, чат айтып кетіңдер, если че оғанда туториал шығарамын. Енді систем табле сендерде ашық болады. Енді шығасыңдар осыдан туторчиктер. Енді мен өзім командалар, қандай команда жазғандарым есімде жоқ, например. Сосын сендер YouTube'қа кіріп, поискқа жазасыңдар. Типа set edit, ёптоймет нақықты. Set edit деп жазасыңдар, сосын FFO деп жазасыңдар, систем табле деп. Енді өздеріңде ашықты жазасыңдар да, бағанағы систем табле дегендерде сендерде ашық систем табле. Мына систем дегенді қоясыңдар. Мына астыға түсесіңдер. Мына дәл осындай видеолар шығады сендерде. Set edit деген, aimbot команда, яғни сендер мысалға көрсетейін қазір. Так, сендердің атын nef-ті басасыңдар, систем табледі. Мысалға сөйерге анау видеоларда олар кодтар көрсетеді. Болмаса бір жазулар көрсетеді. Мысалға ODM, сосын кейфті басасыңдар да, осы жерге соның паролін немесе кодын жазасыңдар. Сол кезде сендерде ол қосылады. Бірден айтайын, оны қатесіз жазу керек. Сосын чат сендерге ескерту, мынандай 120 Гц, 90 FPS дегендерге вообще сенбеуге совет беремін. Если ол global таблемен чат, не только хедшот, ол даже сендердің телефондардың герцтарын көбейтеді, FPS-ті көбейте алады. В общем, барлығын істей алады, осы сәтедейді. Если global таблеге андай туториал керек десеңдер, чат осы TikTokқа кіресіңдер да, маған кәм тіркелесіңдер, 5500 подписчик болған кезде global таблеге туториал шығарамын. Енді global табле не үшін керек? Global табле андайға көп нәрсе global таблемен жасалады да. Если сендерде global табле болмаса, көп хедшот негізі кетпей қалудан мүмкін. Мен өзім қараңдар чат қандай кодтар жазатын global таблеге көрсетейін қазір. Мысалға set editқа кіресіңдер, сосын global таблені басқан кезде сендер недоступен болады. Ал мен аяқта уже кәдімгі үлкен кодтарды да жазғанмын. Енді өзімнің жазған ең үлкен кодым мына. Ең үлкен кодтарымның бірі. Бұл кодты жазуға сендерге совет бермеймін, өте қиын. В общем, солай чиктер. Если global табле туториал керек десеңдер, мен TikTok'ымда 5500 подписчик болған кезде шығарамын. Ал если мен систем таблемен де мықты командалар табалам десеңдер, систем таблені андай YouTube'қа жазып, сол жерден командаларды тауып істесеңдер болады. Мен мысалға қазір если тутор көрсете салайыншы, кейін сендер түсінбей кетесіңдер, мына YouTube'қа кіресіңдер, сосын aimbot командасы деген болады. Осыған кіресіңдер, сосын енді реклама. Мынан дауысын қалай алып тастайды? Дауысын қалай алып тастайды чиктер? Мен мынан дауысын өшірсем, мен дауысым өшіп қалмайды жері. Мына, в общем, мынандай хедшот қадаватқанын кәм салғанда мынау. Кәм хедшотты айырып қадаватқанын салғанда, мына команд істейді. Мені қараңдар. Game Focus Bots 1. Яғни Game Focus Bots дегенді біріншісінен жазасыңдар.
и сосын оның паролі 1. И дальше командалар болады. Соларды да тура солай жаза беріп, өздеріңе мықты настройка командалар жасап алсаңдар болады, чиктер. Ал если видео пайдалы болса, сендерге бір жақсы пайдам тиген болса, осы ютубқа тіркеліп кетіңдер. Енді чиктер, мен өзімнің бар білгенімді, бүкіл настройкаларымды, бүкіл мысалға мына кнопканы істеуге маған өте ұзақ уақыт кетті, чиктер. Мойындаймын, өте ұзақ уақыт кетті. Әсіресе кнопканы дұрыстап қойыңдар. Кнопканы дұрыстап қоймасаңдар, бүкілі бекер болады, чиктер. Ал если все, жақсы, онда видеоны аяқтайық. Барлықтарыңа от души видеоның соңына шейін қарағандарыңа всем удачи, давайте.